Амантай ағай. Ағай дерзкий болып келесіз ғой екен ағай. Айлық түсті ма не? Базар. Соңғы модель түсті ағай. Борап күш көп борау. Базар. Ағай екеуміз руымыз бір ғой білесіз ғой. Қош? Тиенсің ғой сен маған? Мен 10 мың теңге. Ежелгі адамдар айдана келмеген ба не бүгін? Келмеді ағай ол. Басынан айтса бақ не өтірік пері отырсын. 1340. Өтірік айтпа, 1200-ден басталған. Ағай, сіздің даусыңыз бар қандай? Телеведущийлардың даусы ұқсайды. Құмандар сен. Ағай. Бүгінгі жаңалықтарда анан қараңызшы. Ауа райы болса ма? Ағай, қысқа айта берсем бола ма сабақты? Қалай сонда ана қазіргі заманда қыздардың етегі ұқсап па? Базар жоқ ағай. Астарлап жеткізесіз ағай. Қамырдан қыл суырғандай па? Базар ойын. Жылқыдан болды ағай. Кіммен партама Амантай лох деп кеткен? Мен ағай. Адам сыйламайсың ба не? Амантай ағай лох демейсің ба? Кешіріңіз. Неде? Нок! Қайдасың, Нок? Нок! Неде? Шыңзымат, қайдасың ей? Нок! Ей, Мок, не болған саған? Жынды болдың ба қайт болды қалаға? Мок қорқынышты болып кеткен. Стипендия түсті. Стипендия түсті. Прикинь, 2 айдікі бірден түсті. Серьезно ма? Жамай болып кеттім, дауына жүре берді. Ол жүгенді қайт қалаға. Жүр. Айна, екеуі бірдей түсті. 2 стипендия. Родной бүгін қаншасы? 4. Әлі стипендияға 20 күн. Сенің бабник роднойың. Родной үйге барам да, короче, осы уақытқа дейін жүрген қыздардың аттарын жазып шығам ғой дәптерге. Дәптер толып қалады ғой. Bir ayda 148 бала қызбен жүрген ойлаш. Айданамен жүріп жатырмын білесің ғой. Альбина дейтін сестренкасы бар еді ғой. Айдана қалаға кеткен кезде Альбинамен жүріп аласың ойлаш. Қуасың ғой, кішкентай ғой. Нормально 17-тен асып жатыр ғой. Бірінші махаббат по-любому естен кетпейтін шығар. Қумаш, даже өткен апта сөйлескен қыздар есімде жоқ менің. Бір рет машинасы бар қызбен жүріп аламын да, бардошогын ашып, бүкіл сазын ұрлап кеткенсің ана қызбен. Білмейді ғой. Брат, сен көп қызбен жүріп тастадың, күшті сет шығарсың шынымен. Базар жоқ, брат. Қыздар мақтайды сені. Родной бір рет датовой есіріп кетем да, 89-93 жыл қыздармен жүріп бастап кетем. Қуасың, қай жылғысың өзің? 2000 жылғың бар, Родной, мен Надомда бүкіл қызбен жүріп шыққам ғой. Орыс бар, татарка бар, Азербайжан бәрімен ұлт таңдамай жүре берген. Сенің қызымен кездескен роднойың. Бір ай ма кездеспеген ғой. Қатты құшақтап тұра берді, мынандай ең соңғы кішкентай қабырғасын сындырып қоямын ғой, көрейінші. Мойнынан бүйтіп сүйіп алайын деп тұрмын ғой, ұзақ тұрып қалды. Сонымен біреу звондап қалды, бәрі құртылды-ау деп тұрмын. Ана қызда кет арамыз екен деп тез телефон өшіріп тастайды. Сүйіп аламын ғой. Телефон қойып алды, ұйықта деймін ғой. Сіз қойыңыз бірінші дейді. Сен ғой деп ерексіз қалып айырылысып кетемін ғой. Багидің елеңдеймін дауысың шық. Соны наушникпен тыңдап келатам да, қызым қасына келіп құлағына сал жүріп, мен құшақтап алады ғой, короче, еріп кетеді ғана жерде. Қызымды үйінен шығарып саламын да, сосын братан шығып қалады ғой, не істеп жүрсің ау дейді. Братан, менің де конкретно қарындасым бар, мен де өзім бәрін жақсы білемін деп артынан 2 цитат айтып құтылып кеткенсің ғой братаннан, короче. Кинодан көріп алам, короче, құлағына демалам деймін да, жайып алып. Деймін да, варенье ағып кетеді құлағына, ялып кетемін. Секретаршы дейсен. Коридордан біреудің тісін тауып алдым да. Аузына неге болмай ма деймін да. Кешіріңіз, сіздікі ма? Бәке, жаңа коридорда сосақтар жатыр еді да. Сосағыңыз түгел ма бәке? Соскаңызды тауып қой деп едіңіз, мынау қалай? Әйелім ғой менің. Әйелім соска дедіңіз өткенде? Көзімді айта беремін ғой мен. Негізі онша емес қой, әйеліңіз болды. Кешірім сұрайын бәке. Бәке деймін да. Қазір барлық нәрсе қымбат ше. Кішігірім айлықты көтересіз ба деген ғой. Кеше қайда секретарша келіп жүрген, жұмысқа кірейінші деп ше. Жоқ, нормально бәке. Айлық бәрі шүкір, қанағат қойып, алашқа бәріне жетеді. Айтыңыз бен бәке деп қоясың ғой. Жаңа әйеліңізді бар ғой, тамаққа апарып алып келдім бәке. Сосын жаңа көйлек әпер дедіңіз ғой, көйлегін әперіп келдім бәке. Бәке жаңа гүл алып бер дедіңіз ғой әйеліңе. Гүл алып бердім әйеліңізге. Молодец. Бәке болмаса қатыныңызбен жүріп ала салайын да мен. Бәке жаңа 50 мың теңгені беретін болдыңыз ба, или әйеліңіздің WhatsApp-ына соны да демалғандарыңызды жіберейін ба? Картаңды жиып қоямын мен. Бәке еще 2 голый фотоңыз бар ғой, менде тағы бір ақша керек болғанда келемін бәке. ұбт тапсыратын адамдардың типтері. Алло, Айдан, шпор бар ма? Матыс, сенде сатылатын шпорлар жоқ па? Былтыр тапсырғандардың ше шпорлар жоқ па сенде? Сен екінші потоктың ғана, бірінші потоктың шпорлар жоқ па сенде? Мен жасап атқам ғой шпор. Бірақ мен ұбт тапсырмайтын болдым, братан, өз жұмысқа кіргізіп аламын дейді ғой қасына. Тартып отыр өзі.
Ертең 4 бала болып Түркістанға әулие аралауға кетіп баратық, барасың ба сендер? Ертең, короче, 2 телефон алып беремін. Стал қалатсам біреуін беріп кете саламын ғой. Проскушка жоқ па сатылатын? Беріп кеткенге. Гауһар, сенде оқыған кітаптарың болса маған жіберші. Сосын ана тесттерің бар ғой, өзің тапсырған. Соның бәрін маған берші, иә. Сосын шықпай жатқан есептерің болса, кесеге шығарып тастайық та. Бар ма? Кесеге мен шығарып отырмын. Группа маған 5000 теңгеден жіберіп қойсаңдаршы, ертең ана іште комиссиямен келісіп көремін. Нормально болып кетсе, жинап жүрмей беріп кете салатын ше сразу. Көрем ертең тапсырып болмаса түспей жатсам, армияға кетіп қаламын. Сол жақта контрактімен қалып қоймаймын ба?